Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және де бүгінгі видеода біз армандар картасы туралы айтатын боламыз. Бұл не, және де оны сіздермен бірге жасайтын боламыз. Негізінде, әрине мен өмірімде бірінші рет жасап тұрмын, бірақ та менің білетінім армандар картасы деген ол өте керемет нәрсе. Ол сіздің армандарыңызды орындауға үлкен деген мүмкіндік береді, және де өте көптеген үлесін қосады. Армандар картасының пайдасы зор деп ойлаймын, себебі ол сізге мотивация береді, және де сіздің армандарыңызды, мақсаттарыңызды көз алдыңызда ұстауға көмегін тигізеді. Сол арқылы сіз неге ұмтылып жатқаныңызды білесіз, және де оны көресіз, және де сіз содан мотивация аласыз. Және де бұл жерде ешқандай магия, абракадабра, ондай ештеңке жоқ. Бар болғаны сіз картаны дұрыс жасасаңыз, Вселенная ол деген сіздің арманыңызды орындауға көмектеседі. Жаңағы картадағы барлық нәрселерді жасауға, шындыққа айналдыруға көмектеседі. Бар болғаны оны дұрыс жасау керек. Және де оны қалай дұрыс жасау керектігін мен сіздерге айтатын боламын, көрсететін боламын. Ол примерно осылай көрінеді. Қазір біз осы карта желаниеда оны ұстап отыр. Сонымен достар, менің армандар картам примерно осылай көрінеді. Мен бұны уже жасап болдым, және де қазір сіз бұны қалай жасағанымды көретін боласыздар. Және де біз бастаймыз, ал сіздер тамашалаңыздар. Армандар картасын жасаудағы ең бірінші қағида қолайлы уақыт, период таңдап алу қажет. Қолайлы периодта жасау арқылы армандардың орындалу мүмкіншілігі 2 есе жоғары болады. Мысалға, армандар картасын жаңа жылдың немесе жаңа айдың басында жасаған қолайлы. Сонымен қатар өсуші ай күндері жасағанда дұрыс, себебі бұл кезде адам бойында энергия толып, жақсылықтың бастауы ретінде есептеледі. Ең алдымен алдағы 1-2-4 жылға өзіңіздің арман мақсаттарыңызды қағаз бетіне түсіріңіз, және де өзіңізге ыңғайлырақ болу үшін барлығын 9 секторға бөліңіз да, сол әр секторға байланысты арман мақсаттарыңызды жазыңыздар. Ал енді суреттерді дайындайық. Жаңа жазған арман мақсаттарыңызға қарап, оларға сәйкес келетін суреттерді журналдардан қиып немесе компьютерден шығарып алуға болады. Бізде мүлдем журналдар жоқ, сол себептен мен өзіме керек суреттерді осылай шығарып алдым. Әр топқа 5 суреттен келсе, барлығы примерно 40-50 сурет қажет болады. Енді бізге А3 немесе А2 керек болады. Мен 2 А3-ді бір-біріне осылай қосып алдым. Енді оларды жаңағыдай 9 секторға бөліп шығамыз. Алдымен суреттердің барлығын тізіп шығамызда, кейін бірақ жабыстыратын боламыз. Суреттерді ортасынан бастап, әрі қарай солдан оңға қарай бағытта жабыстырамыз. Армандар картасын жасап жатқан кезде көңіл күйіңіз жақсы болу керек. Барлық нәрселерді өшіріп, тыныштықта, позитивті ойлап отырып жасау қажет. Енді аффирмациялар жазамыз. Картаға барлығын осы шақта жазамыз. Яғни мына картадағы суреттер сізде бар сияқты қылдырып жазу керек. Сонымен қатар орысша не деген частицаны, қазақша жоқ, емес деген сөздер қолданылмауы қажет. Барлығында толтырамыз, бір секторда бос қалмауы керек. Және де карта өзіңізге ұнауы керек. Дизайнын басқаша қылдырып жасауыңызға әрине болады. Мен өзіме ұнайтындай қылдырып жасадым. Сіз қағазды түрлі түсті бояуларға бояйсыз ба, арнайы тақтаға жасайсыз ба, өзіңіз білесіз.
Армандар картасын енді қайда қоямыз? Оны өзіңіз үнемі көзіңізге түсіп жүретіндей, ләж болса үйдегілер көре бермейтіндей, қабырғаға немесе есіктің артына, шкафтың ішіне іліп жабыстырып қойсаңыз болғаны. Сонымен достар, бүгінгі видео көңілдеріңізден шықты деп үміттенемін, және де сіздерге кішкене болсын пайдасын тигізеді деп үміттенемін, және де осы видеодан кейін міндетті түрде армандар картасын жасауды жоспарладыңыздар деп ойлаймын. Міндетті түрде жасаңыздар, себебі бұл мүмкін ойлайтын шығарсыздар, бұл пустая трата времени, бұл ешқандай көмектеспейді деп, бірақ мен өте қатты үміттенемін көмектесетініне, мен сенемін көмектесетініне, және де бұл пустая трата времени емес. Пустая трата времени деген ол телефонда отыру, ол ұйықтау, ол түкте жасамау, ол пустая трата времени. Ал карта жасау, ол уақытыңызды керісінше пайдалы өткізуге, және де ертеңгі күні ол нәтиже береді, және де мен оған сенемін. Сіздер де сеніңіздер, сіздер де жасаңыздар. Ендеше бүгінгі видео көңілдеріңізден шықса, міндетті түрде лайк басып, менің арнама жазыламыз. Алда талай-талай күшті видеоларды өткізіп алмас үшін жандағы қоңырауды да басуды ұмытпаймыз. Ендеше келесі кездескенше, пока-пока.